Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадты балды торттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді, ингредиенттері қолжетімді. Кремі, қайнатпалы крем. Ең алдымен корждарын дайындап аламыз. Ол үшін асты қалың ыдыста жұмыртқа, тұз және қантты венчикпен жақсылап араластырамыз. Какао және балды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Үстіне сары май қосып, ыдысымызды жай отқа қоямыз. Массамызды үзбей араластырып отыру керек, әйтпесе асты күйіп кетуі мүмкін. Май әбден еріп, қайнауға жақын қалған кезде оттан аламыз. Осы ыстық күйінде үстіне соданы қосамыз да жақсылап араластырамыз. Сода мен бал реакцияға түсіп, массамыз ұлғаяды. Сол үшін ыдысымыз қатты кішкентай болмауы керек. Ұнды елекпен елеп, жайылмендеп қосамыз да венчикпен араластырамыз. Араластыру қиындай түскенде силиконды күрекшемен араластырамыз. Осы этапта көрсеткеннен көп ұн салмауға кеңес беремін. Себебі жылы масса өзіне көп ұн алады. Бірақ біз тоңазытқышқа жібергеннен кейін массамыз қатаяды. Қалған ұнды үстелдің үстіне қойып, массамызды үстіне саламыз да жақсылап араластырамыз. Қамыр қолға жабысқақ, жұмсақ болады. Бірақ көрсеткеннен көп ұн салып жіберсек, корждарымыз қатты болып шығады. Осы жұмсақ күйінде ыдысқа салып, немесе ас пленкасына орап, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Қамыр суығанша кремімізді жасай береміз. Ол үшін жұмыртқа, қант және ұнды жақсылап миксермен араластырамыз. Үстіне 1 стақан сүт құйып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Қалған сүтті отқа қоямыз да, қайнауға жақын қалған кезде массамызды жайылмендеп араластырып отырып қосамыз. Егер бәрін қосып жіберсек, жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Осылай үзбей араластырып отырып, массамыздың қоюланғанын күтеміз. Бұл 5-10 минуттай уақыт алуы мүмкін. Массамыз тез суы үшін басқа ыдысқа салып, үстіне сары май және ванильді қант қосып, май ерігенше жақсылап араластырамыз. Кремнің үстін жауып, суытып қоямыз. Менің қамырым бірнеше сағат тоңазытқышта тұрды. Тоңазытқыштан шығарып, домалатып, 6 бірдей бөлікке бөліп, әр бөлікті домалатамыз. Коржды жаю үшін мен осындай тефлонды кілемше қолданамын, немесе пергамент қағазын қолдануға да болады. Үстіне кішкене ұн сеуіп, коржды жаямыз. Менің коржымның диаметрі 20 см болады. Коржды кесу үшін мен осындай кольцо қолданатын боламын, немесе тарелке қойып, пышақпен кесіп шығуға да әбден болады. Айналасындағы қалдықтарды алып, тағы да корж жаюға қолданатын боламын. Корж қабынып кетпеу үшін шанышқымен тесіп шығамын. Алдын ала 170 градуста қызып тұрған пеште корждарды 7-8 минуттай пісіремін. Корждардың піскенін түрінен анықтау қиын. Пешімізді ашып, коржды ұстап көреміз. Тесіліп кетпей серіппелі болса, сонда піскен деген сөз. Корждар осында әдемі болып пісті, менде 7 дана корж шықты. Суыған кремді бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз да, корждарға тең бөлікке бөліп жайып шығамыз. Мен 6 корж қолданатын боламын, сіздер 7-еуіне де жасасаңыздар болады. Кішкене кремді торттың жан жағына жағу үшін алып қаламыз. Тортты жинаймыз, әрбір корждың кремін жақсылап жайып шығамыз. Үстіне, айналасына барлық жеріне крем тиетіндей қылып, жақсылап жағып шығамыз. Крем жақсылап сіңу үшін тортты 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Менің тортым тоңазытқышта 1 түн тұрды. Тортты қалауыңызша әсемдеуге болады. Мен 7-ші коржды блендерден жақсылап үгітіп алдым да, үстіне және айналасына жақсылап жағып шықтым. Торт осындай әдемі болып шықты, үстін құлпынаймен әсемдейтін боламын.
торт өте жұмсақ, дәмді, керемет болып шықты. Ингредиенттері де қолжетімді, жасап көруге әбден кеңес беремін. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.